Оқырмандарым, бүгін жұма, жұмада біз негізі қазақ баласы ғибратты әңгімелермен өскенбіз. Жаңағы ата тегіміздің жасаған амалдарымен, батырларымыздың осындай бір халқына, еліне қызмет қылған ұрпағы үшін. Енді қараңыз, осы бір сәттерде сіздің де өмірге бір қалдырар ізіңіз болатыны анық. Ол үшін әрине жасымыз осы уақытқа келіп, өзіміздің нәпсіміз жеңе алмаса, оған ешкім кінәлі емес. Осы сәтте де адам өзін табамын, өзгергім келеді, саналы түрде деп жүргеннің өзі де бір ақылға жатады. Абай атамыз айтқандай, ақыл, жүрек, қайрат, үшеуін біріктірсе керемет нәтиже шығады дейді. Осы бір тұрғыда тағы да бір ғибратты әңгіме. Мысалы, пайғамбарларымыздың қиссаларында, сол пайғамбарларымыздың өмірінде де мына адамды қалай жаратты, соны сүйіспеншілікпен, сондай хикметпен жаратқан кезде, сәжде қыл деген кезде ібіліс сәжде қылмаған. Мен жаңағы оттан жаратылғанмын, ол топырақтан жаратылған, неге болған сәжде қыламыз? Оның қолына не келеді, соншама оған сәжде қылатындай деген. Алла Тағала өзінің қандай хикмет жаратып тұрған білгенді. Енді өмірдің сондай бір кереметтілігі сондай, біз адамзат баласы өмірге құштармыз. Расында біз ізденеміз. Осы жерде мінекей ібілістің не айтқысы келгенін, Алланың нені ұғындырғысы келгенін сезуге болады. Ол ең бірінші адамзаттың ақылымен, егер де ол білімді болатын болса дейді, осы жерде айтады, білім алатын болса, адамзат баласының сондай білім тұрғысында жұмбақ әлемін оятып, ішкі халін жалғыз ғана өзіне емес, өзгеге де пайдасын тиіп, осы бір әлемге не бір ғалымдар шығып жатыр да, не бір білгірлер, мамандар шығып жатыр. Осының бәрі кімнен? Әрине Алланың нығметінен жасағанда. Сондықтан ібіл сол кезде білген жоқ, кейін енді оған қарсы шығып қалған, білгеннен кейін өзі қалай болғанда да қияметке дейін азғырамын деп өзі уәде берді ғой. Бірақ та Алла Тағала оған не деді? Мен де қияметке дейін қаншалықты менің құлым сәжде жасайды, мен де соншалықты оларға жаңағы кешіріммен қарап, шынайы түрде оларды сезініп, махаббатпен қарап үңілемін деген екен де. Сондықтан өзімізді түсіну барысында, өзімізді жетілдіру барысында осыған аса көңіл бөлсек. Өйткені айдаладан іздеп жүрген нәрселердің бәрі сізге Алла Тағала 99 сипатымен ішкі халіңізге жасырып қойған. Алу барысында сіз үлкен үлес аласыз. Сондықтан өміріңізді өзгертуге асыққан кезде әуелі мен не істеуім керек? Алла мені осынша нығметпен жаратты ғой деп бір ғана шүкіршілікпен тәубеден бастаңыз. Жолыңыз болып, ісіңіз өңетіне мен сенімдімін. Өз басым солай жасадым. Алла баршамызды аман қылсын, дұғамызды, тілегіміз қабыл қылсын.